деген сымат. Бүгін біздің Окинавадағы 3-ші күніміз. Қазір таңғы ас жеп жатырмыз. Таңғы асымыз Қазақстан студенттерінің таңғы асы сияқты арзан. Дүкеннен сатып алынған кәдімгі бір шай мен бір бәліштер. Біз қазір жүрген Наха қаласы туристік қалашық болып саналатындықтан, жаңағыдай көптеген ресторандар, дәмханалардың бәрінің бағасы қымбат болғандықтан, біз осылайша студенттік таңғы асқа жаңағыдай таңғы ас ішетін болып шештік. Қалай айтуға болады? Бұл жердің дәмханаларының барлықтары айтады ғой, отбасылық бизнес деп айтады ғой. Сондай да барлықтары. Сондықтан туристердің барлықтары осы жердегі соба деп аталатын лапшалардың түрлі-түрлілерін жегілері келеді. Солардың барлықтары өте қымбат туристер үшін болғандықтан. Ал біз ондай туристердің қатарынан емеспіз. Біз кәдімгі арзан дәмді тамақ жеп жатырмыз. Егер де Окинаваға келіп жататын болсаңыздар, бұл жердің әрбір шетінде комбини деген 24 сағат істейтін магазиндер, дүкендер бар. Осы дүкендерден сіздер кез келген дәмді тамақ болсын, осындай бәліштер болсын, кез келген соуп болсын, шырым болсын, бәрін сатып ала аласыздар. 3 күн болды, біз таңғы асымызды осы жерде, осы саябақта отырып ішеміз. Және де осындай Наханың жаңағы әдемі көріністерін тамашалай отырып, таңғы асымды ішкен өте керемет сезім. Жан-жақтарыңызға қарасаңыздар, өте әдемі ағаштар, сондай керемет. Өзіңді бақытты сезінесің. Ауасы да тап-таза. Күшті, я. Мәмбе. Ана ағаштар үш. Қайсы? Бұлттар да әдемі болып тұр. Күн күшті, я? Күн күшті болып тұр. Памятка бар. Біз қазір Коксайдори деп аталатын, яғни халықаралық көше деп аталатын көшеде тұрмыз. Бұл Наханың визитная карточкасы деп айтуға болады. Және де қазіргі біздің мақсатымыз ең арзан ақшаға, яғни бір 300 йенге өзімізге бір жақсы футболка немесе бір сыйлық табуымыз.好きなのね、好きなの選んで、これもあるし、これもあるし、一つ沖縄らしいといえばシーサーかもしれない。好きなの何でもいいよ、一つだけ選んで。47都道府県チャレンジ。チャレンジしたいと思います。47都道府県守るの？はい。素晴らしい。沖縄からこうやって北まで行って、夏は超、なんというか、暑いですから。沖縄から、だから沖縄からスタートするのね。今は今月は一番涼しいですから、夏は蒸し暑くて。カザフスタンっていうお顔をしてないけどね、日本人だと思ってた。あんまり差がわかんない。そうなんだ。北寄りの歴史とか知っていますか？歴史、こちらはね、なんていうか昔からね、戦後栄えた通りなんですよ、商売の通りで。戦前もから少しでも昔大昔は畑だったらしいの。田んぼとかね。だけどいつぐらいかわかんないけど、明治時代かわかんないけど、この通りが商店街になったの。中心街になったのね。でこの国際通りっていうのはね、4キロある。4キロ。これも何年ぐらい働いてますか？私個人は7年です。その7年の間は一番多い民族は外国人。よく来るみたいな。外国人で来るのはそうですね。今は韓国人も多いけど、その前は中国人と白人ですね。アメリカ人。カザフスタンとメキシコだけど。美味しい食事です。
します。1万金持ちね。いや皆さん気をつけてね。どうもありがとうございました。じゃあ気をつけてね。それはカザフスタンのチョコです。お土産。これはカザフスタンの国旗です。食べいいの？はい。私食べていいの？ありがとう。嬉しい。今から昼食だからいただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。 Biz arzon ақшаға көптеген традициялар алып үлгердік. Оның бәрін қазір бір жерге отырып, жайғасқаннан кейін сіздерге көрсететін боламыз. Ничего себе.